Ибрахим пайғамбардың заманына кіріп кететін болсақ, өздеріңізге белгілі, Исмаил ер жетіп, сөйтіп оны жаңағы Журхум тайпасынан бір әдемі әйелге үйлендіріп оны. Исмаил пайғамбар. Сөйтіп аңшылыққа кеткен кезде Ибрахим келеді Меккеге. Ибрахим келіп, Исмаилдың халін білуге келеді баласының. Ибрахим пайғамбар есікті қақса, соғыстан жақта әйелі шығады. Қалдарың қалай дейді. Ибрахим пайғамбар имтиханнан өткізіп жатыр, келінді. Қалдарың қалай дейді, ол танымайды оны. Халымыз жаман, өмір қиын. Сөйтіп осындай сөздер айтылады. Исмаил қайда? Бізге кеткен ризық іздеп бағана. Келген кезде сәлем айт. Мына босағасын ауыстыра салсынсын деп айт дейді. Исмаил келеді, сезгендей біреу келген сияқты ғой дейді. Я келді, бір шал кеп кетті, біздің жағдайымыз сұрады. Айттым, қалай бар, солай барды. Бәрін. Айтпақшы сағанда босағаңды ауыстыра салсын деген. Босағам сенсің, ол әкем дейді. Сен боссың дейді. Мақсатты көрдіңіз бе? Мақсат ақырет дүние. Келесі жол екінші әйел алады. Орнына басқа бір әйел алады да, Ибрахим пайғамбар қайтадан келеді. Пайғамбар салам айтып отыр оқиғаны. Сол күні келгенде тағы Исмаил болмай қалады. Келіп сол кезде сұрайды. Қалдарың қалай? Қалымыз жақсы. Негізгі қоректерің не дейді? Ет пен су дейді. Аңшылық, ет және су. Басқа тағам жоқ. Дәнді дақылдар жоқ. Сонда пайғамбарымыз салам айтып отыр. Сол кезде Ибрахим айтты дейді оған. Келген кезде сәлем айт. На босағасын бекітіп қойсын дейді. Және де сол жерде Ибрахим дұға жасады дейді пайғамбарымыз салам. Я Аллам еттері мен суларына береке бер деп.